Бәріңе сәлем, қалдарыңыз қалай? Мына комнатаны кішігірім переустановка жасайтын боламыз. Осы жиналып тұрған төсектің орнын ауыстыратын боламын. Бірінші аяқтың астында оратылып тұрған заттардың барлығын көтеріп, мына сандықты көтере салайын десем, зілдей ауыр екен. Өзімді Геракл сезініп кеттім бе, білмеймін. Ішіндегісін барлығын осылай шашып шығарып тастадым да сандықты түсіріп орнынан жылжытып алдым. Өзі жеп-жеңіл екен. Осылай итеріп жылжытып алдым. Мына сандық менің артымнан келген сандық. Ішінде не бар екен видеоның соңында көрсететін боламын. Осындай телевизор тұр артында. Телевизорды да көтеріп, бұл деген енді сандықтан ауыр екен, мысқыра. Көтеріп алдым да залға апарып қойдым. Төсектің үстіндегілерін барлығын түсіріп, төсекті шаша бастадым. Көрпелерді арыда беріде оңға да солға да лақтырып, быт-шытын шығарып, шашып тастадық. Қызым деген артына қайта түсе береді, қызық көріп. Одан кейін мына төсекті жаңағы астында тұрған диванды орнынан жылжытсам, астында деген не жоқ, бәрі бар екен. Бір-екі жастықта түскен екен. Осылай артын қарасам деген мусор толған. Оны алдым да тряпка пылесоспен сорып, тряпкамен осылай сүртіп алдым. Дым болмағандай болып қалды. Үстіндегі осындай тақтайын алдым да шетке қойып қойдым. Ауыр екен. Итакта қирап тұрсын ғой дедім де қисайып тұрған суырмаларын осылай суырып алдым. Ішінде деген пододеяльник, простыня сондай заттар толтырып тастаған болатынбыз. Ақырында осылай орнынан жылжытып, орнын ауыстырып алдым. Айтпақшы, мен каналыма тіркеліп жатқандарыңызға көп рахмет. Ал тіркелмеген болсаңыздар, тез подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Осындай күнделікті үйдің тірлігін салып отырамын, видеоға түсіріп. Қызымыз екеуміз арасында осылай ойнап кеттік. Осы диванға жатқанды қызық көріп, қуанып, осылай ойнап жүр. Жаңағы суырып алған тартпаларды қайтып орнына салып қойдым да, енді ойланып отырмын. Мына екі сандықты қалай қойсам болады екен деп. Ар ойланып, бер ойланып, осылай қайтадан сандықты орнына қойдым. Ал мен артымнан келген сандықтың ішінде осындай ыдыстар бар. Артық ыдыстар, артық болғанда жаңа ыдыстар. Анда-санда қонақ күткенде шығарамын. Басқа қоятын жері жоқ болғаннан кейін осылай сандықтың ішінде тұрады. Анау сандықты осылай қойып қойғаннан кейін бір суырма деген ашылмай қалады екен диванның. Сосын ана төбесіне тақтайын көтердім де, ішіндегі постельный бельенің бәрін шығарып алдым. Одан кейін шашылған төсектерді, көрпелерді жинай бастадым. Осылай әйтеуір жинадым. Енді бір күшті қырын шығарып жинай алмасам да, шамам келгенше жинадым. Екі бала ойнап жүр. Негізінде бұл көрпе төсекті орын ауыстырған себебім, балалар төбесіне шығып ойнайды. Жаңа жататын төсектің үстіне шығып, қызым да осы төсектің үстіне шығып ойнап
жана құлап түсе ма деп қорқаман. Қыс бойы осы төсекпен алысумен болдым, қисайтып, қайта шашып тастайды. Енді сандыққа шыға алмайды деп ойлаймын. Сандықтың ішінде шашылған, шығарып тастаған киімдердің барлығын реттеп, қайта сала бастадым. Осындай қыздың киімін тауып алдым. Осындай бірдемелер бар екен. Бұрыннан бұл негізінде ешкім іздеген де жоқ, ешкім сұраған да жоқ. Осындай кішігірім пакетке салдым да, салып қойдым, кейін керек болады ғой деп. Ал енді комната осындай болды.